Бұл кино махаббат туралы болмақ. Бұл киноны до конца қараймыз. Скарлетт ұсынады. Продакшн деп қоясың. Так, қыстың ызғарлы айы еді. Көрші ауылдан бір краш жігіт келе жатады. Ал налар болса, қыстың ызғарлы айында далада жатыр. Телефондарын фонына өздеріне екеуін түскен фотосын қойып, қардың жауып жатса да, жерде жатып бір-біріне қарап жатады. Бір кезде қыз пианино ойнап жатады, және де жігіт оған билеп жатады. Футболкамен жүргеніне қарағанда, күн ондай қатты мұздай емес сияқты, бірақ та қар жауып тұрады. Жігіт бір кезде тоқтамай билеп жатады, және де оның қасына қызы қарап тұрып, пианино сен өзің ойна, мен де билеймін дейді. Қыз да көтін шығарып билеп жатады, екеуі ары-бері билеп жатады. Бір кезде мына қапталдан бір машина келе жатады, сонда да екеуі оған қарамастан билеп жатады. Ішіндегі жігіт қызға қарайды, ал қыз болса оған қарап жатады. Соған қарағанда қыз оған ғашық болып қалған сияқты. Жігіт ештеңе демей отырады. Бір кезде екеуі жатып алып әңгіме дүкен құрады. Екеуі әңгімелесіп жатып, қыз оған көтің боқ дейді, және де қыздың артынан қуып бара жатады. Екеуі біраз жүгіреді. Жігіт те жете алмай келе жатады оған қарап. Жаңағы машинамен өткен жігіт тағы да машинамен келе жатады. Сөйтіп кетіп бара жатқанда қыз бен жігіт сөйлесіп тұрған болатын. Сөйлесіп тұрып, қыз тағы да жаңағы машинаға қарайды. Ал ол машина ішінде краш отқан болатын. Машина кетіп қалады. Қыз да оған қарайды. Жігіт, ей, сен кімге қарап жатсың? Неге оған қайта-қайта қарай бересің дейді. Жігіт оларға қарап кетіп қалады. Қыз, танысым шығар деп қарап жатырмын дейді. Жігіт, мен сене қалдым. Жақсы, ертең кездесерміз деп ренжіп кетіп қалады. Қыз, не болып кетті мынау деп ойланып қалады. Солай бүгінгі күннің кеші батады. Ал жігіт болса ойланып отырады бүгінгі кездескен күндерін, және де оның пианино тартқанын есіне түседі. Және де оның махаббаты тағы да ашылып кетеді. Жігіт ойланып отырып, жаңағы қыз қасына пайда болады. Сөйтсе ол ойы екен. Жігіт жақсы көргеннен басы айналып қалған екен. Солай нағапталына қарап қалса, машинамен өзінің қызы кетіп бара жатыр екен. Ол артынан аңдуды шешеді. Сөйтсе жаңағы жігіт қыздың артынан танысайық деп қалмай жатыр екен. Сөйтсе жігіт енді орнынан тұрып, артынан жүгіруді шешеді. Олардың арттарынан қарап қалса, қыз машинаға отырайын деп жатыр екен. Сол кезде жігіт ештеңе демей басын салбыратып қалады. Сөйтіп кеш батып, бәрі ұйқыға кетеді, және де азанда таң атысымен жігіт болса қолына подаркасын ұстап келе жатады. Жігіттің махаббаты оянып келе жатады. Сол кезде аң-таң болып қарап, қолындағы подаркасы жерге құлайды. Сөйтсе алдында жаңағы жігіт пен жаңағы қыз сүйісіп тұр екен. Бұндайды күтпеген қызынан жігіттің қатты көңілі қалады. Бұндайды күтпеген жігіт орында қатып қалады, және де қыз оны көріп тұрса да сүйісуді жалғастыра береді. Жігіт ойланып кетеді. Оның екеуінің махаббаты естеріне түсіп, қалай билеп, қалай бірге әңгімелескендері есіне түседі. Осылардың бәрі еске түскен сайын жігіттің жүрегі сыздай бастайды. Сөйтіп, ана жігіт артқа қарағанда мына жігітті қарайды. Қолындағы подаркасы шашылып қалған. Қыз да ештеңе болмағандай қарап тұрады. Ал жігіт те ештеңе демей тұр. Ана жігіт, сен неге келдің? Бомбер сыйлығыңды алып келдің ба? Одан да кете бер деп мазақтайды. Жігіт ештеңе дей алмай басын салбыратып қалады. Қыз да маған бұндай машинасы жоқ жігіт керек емес деп айқайлайды. Сөйтіп тұрғанда жігіттің көзінен жас тамшылайды. Қыз оған не жылап тұрсың? Кете бер деп айтады. Жігіт қарап тұрып, маған дәл осылай істедің ба? Қазір көретін боламыз деп айтады. Қыз, я, нені көреміз? Кете бер дейді. Сол кезде подарктың ішінен алып бір кілтті алады. Я, онда қазір көреміз деп кілтті басады. Сөйтіп кілтті басқан кезде гараждың ішінен сигнал шығады. Сол кезде есік ашылып жатқанда ішінен ең қымбат көлікті көреді. Сол кезде ана қыз бен ол шошып кетеді, және де аяғын түсіріп аузы ашылып қалады. Қазір көреміз не істейтінімді деп жігіт гараж жақ қарай кетіп бара жатады. Сөйтіп қыздың есіне бұрынғы жігіттің айтқаны есіне түседі. Қазір мен саған сыйлығым бар, ол үлкен деген. Екеуі бір-біріне қарайды. Ал көрейік не істейтінін деп айтады. Жігіт көліктің ішіне отырады. Көлік өте қымбат. Кілтті бұрап қалып еді. Қызға, бұл менің көлігім, бұны саған сыйлауға әкеліп едім дейді. Және де мына жерді шаңдатып қастарынан кетіп қалады. Ал мына жігіт ұялып, мына жүгулейін көтіне тықтайды. Қыз ойланып тұрып, бұрынғы кездері есіне түседі, және жігітті қимайтынын сезеді. Мына қыз екі ортада қалып қояды. Достар, көріп отқандарыңыздай ақшаға қызықпау керек. Осы киноны көріп бір нәрсе ұққан шығарсыздар. Осы киноны қыз көріп отса, сіз бұл қыздың орнында болсаңыз не істейтін едіңіз?
комментке жаза өтіңіз. Мен чисті мағыналы киноларды түсіретін болам. Ал сол киноларды тоқтамай түсіре беруді қаласаңыздар, сендерден лайк, подписка және де достарыңа таратуларыңды күтемін. Ал достар, сендермен кездескенше осындай видео қаласаңыздар, қолдауларыңды күтемін. Подписка жасайық, достарыңа тіркелейік. Екінші аккаунттарың болса, солармен де тіркелейік. Сол кезде мен күнде бір кинодан шығаратын боламын. Сендерден қолдау күтемін. Кездескенше сендермен болған Скарлетт. Давайте, пока-пока, чау.